Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табатын боламыз. Әуелі тік бұрышты үшбұрышқа тоқталып алайық. Неге ол тік бұрышты үшбұрыш? Бұл үшбұрыштың үш қабырғасы, үш төбесі, үш бұрышы бар. Сол үш бұрышының біреуі тік болып келеді. Ол мына бұрыш. 90 градусқа тең болғандықтан біз бұл үшбұрышты тік бұрышты үшбұрыш деп атаймыз. Енді осының ауданын қалай есептейміз, соны қарастырайық. Әуелі тік төртбұрыш және оның ауданын табуды еске түсіріп алайық. Тік төртбұрыштың төрт қабырғасы, төрт төбесі және төрт бұрышы бар. Сол төрт бұрышы да тік 90 градусқа тең болады. Енді осы тік төртбұрыштың ауданын табуды біз білеміз, оның формуласын білеміз. А және Б қабырғасының көбейтіндісі. Осы тік төртбұрыштың қарама-қарсы бұрыштарын біз сызықпен қосайық. Біздің тік төртбұрышымыз тік бұрышты екі үшбұрышқа бөлінді. Демек, осы үшбұрыштың тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін біз мына ауданды екіге бөлуіміз керек екен. Мінекей, бұл тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу формуласы. Енді бастапқы үшбұрышымызға оралайық. Осы тік бұрышты үшбұрыштың мына бір қабырғасы 4 см болса, мына жағы 6 см болса, оның ауданын табу үшін жаңағы тік бұрышты үшбұрыштың ауданының формуласына саламыз. Ол дегеніміз А көбейту В бөлу 2 болатын. Енді орнына қояйық. А-ның орнында бізде 6 см тұр, Б-ның орнында 4 см тұр. 6 мен 4-ті көбейтеміз, 24, 24-ті 2-ге бөлеміз. Сонда 12 сантиметр квадрат. Мына тік бұрышты үшбұрышымыздың ауданы осынша болып шығады екен. Сабақ түсінікті болған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, және қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыз. Және мына тапсырманы өз бетіңізше орындап көріңіз.